Ассалаумағалейкум ағайындар, мен көрермендерім. Көп кісілер қысқы балықты сұрайды да. Сол бүгін енді бір балыққа барайын деп шылаушын қазып отырмын. Шылаушын енді бізде мынандай скважина, ыстық су шығып жатыр жердің астынан. Соның бойында шылаушындар бар. Өзімен бірге тауық алып келу керек еді, мынаны бәрін тырмалатып қоятын. Жетер осыда. Yok bakayım. Saklar güzel. Ya yok şurada. Canat ağa ekemiz suudun kurtun terip жүрміз. Балық аулағанға. Çok bir. Yes, hadi. Baytalas. О! Самый разный балкон.
жаңа жете қалды. Ана жыбырлап жатыр тірі. Мына тұман түсіп кетті. Міне мен отырған отысым мынау. Далада 3 градус. Мә, гүлдеп тұрған алма ағашының бәрі үсіп кететін болды ғой. Арасан мен суық сайын екі ортасы. Осылай май шайқалады, май заводында. Үлкенірек. Да, у нас в Казахстане вообще охренеть можно. Сквозь еще хлеб не налить. Лимонад литр стоит 105, а вода без газа 170. Хлебник 2, барбарис 1,5. Бүгін балық аулап жүрмін. Кішкене жаңбыр тамшылап, қос демалса шығып тұр. Балық андыр емес, бірақ болады. Бәрлеріңізге сәлем. Мынаның ішінде балық бар еді.
Сондықтан мына осы домбырамды жаңағы нағашы бауырыма сыйладым. Қайда өзі бала? Бірінші қараша 2019 жыл. Далада 9 градус аяз. Қыс түсті. 4 желтоқсан 2019 жыл. Сағат 8 түнгі. Далада 4 градус жылы. Мұз еріп жатыр, жылп-жылп ет. Мәшінелерін бәрі жыбырлап келетір мін. Жолдың бәрі жылпылдақ болған. Талдырғаннан ауылға айтып келетірім. Біз жақ қайта жол дұрысталды. Айтпесе жаңа талдырған жақта 40 пен 60 пен жыбырлап қалдық. Мұз еріп, қысқы жұмсақ дөңгілік самай қалды ғой, мәштер ары бері шайқап. Көшкен тал ауылына жетіп қалдым. Пятое декабря 2019 года. 2:30. 9 градусов тепла. Снег практически растаял.